Солтүстік Қазақстан облысында дәнді және бұршақты дақылдар 3,3 миллион гектар алқапқа егілді. Бүгінде одан аймақта 6 миллион тоннадан астам астық жиналып, 18,6 центнер өнімділігі бар дәнді дақылдар алынды. Ал майлы дақылдарды жинау әлі жалғасуда. Идет уборка масляничных культур на сегодняшний день. Майлы дақылдардың 515 мың гектары немесе 77% жиналған. Жалпы орташа өнімділігі гектарына 11,5 центнер құрап отыр. 592 мың тоннаны құрайды. Барлық технологияларды сақтаудың арқасында мұндай нәтижелерге қол жеткізіп отырмыз. 257 мың тонна минералды тыңайтқыштар енгізілді. Сортты жаңарту бойынша көрсеткіш 10,1% құрады. Астықты қабылдау кәсіпорындары жаңа егіннің 1,5 миллион тонна астығын қабылдады. Оның 41% 3-ші сыныпқа, 47% 4-ші сыныпқа жатады. Жем-шөпке келетін болсақ, 414,5 мың тонна пішен, 509,1 мың тонна сүрлем, 1244 мың тонна шөп, 872 мың тонна сабан дайындалды. 2025 жылғы егінге 470 мың тонна тұқым салынды. Өңір аудандарындағы жұмыста бітуге шақ қалды. Мысалы, Айыртауда дәнді дақылдар жинау аяқталды. Ондағы егіс алқабы 286 мың гектарды алып жатыр. Орташа өнімділігі гектарына 18,5 центнерден 500 мыңнан астам өнім жиналды. Науқанды Айыртау ауданы жақсы астық дақылдарын бәрін жинап алды. Көлемі 500-ден астам мың тонна егін бидай жинап алды. Сол 286 мың гектардан орташа көлемі ауданның 18,5 центнер гектарынан алды. Енді ауа райы бәрі жақсы болып тұрды. Жаңбыр болған жоқ. Шаруашылықтар өздері бәрі довольны. Элеваторға, сушкаға қазір астарын салды. Соны кептіріп жұмысын жасап отыр. Байларын беріп отыр. Халыққа зәп 100% бәрін жұртты. Жалпы республика бойынша жүгеріден басқа дәнді дақылдар бойынша егін жинау жұмыстары аяқталды. Бүгінгі таңда елде 16,7 миллион гектар егіс алқабының 99,7% жиналған. Өнімділік өткен жылғы деңгейден асқанын атап өткен жөн. По высоким урожаям. Жоғары өнімділік барлық өңірлерде байқалады. Оңтүстік өңірлерде атап өтуге болады. Астық егетін өңірлерден солтүстік Қазақстан облысында ең жоғары өнімділік байқалады. Онда гектарынан 18,6 центнер өнімділігі бар дәнді дақылдар алынды. Сонымен қатар Ақмола облысында 14,1 центнерді құрайды. Ал Қостанай облысында 14 центнер. Бұл ретте Ақмола облысында 6,6 миллион тонна, Қостанай облысында шамамен 6 миллион тонна және солтүстік Қазақстан облысында 6,2 миллион тонна бастырылды. Бүгінгі таңда майлы дақылдар, қант қызылшасы, көкөніс пен картоп сияқты да басқа дақылдар бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Майлы дақылдар бойынша бүгінгі таңда 1,9 миллион гектар немесе 66% орташа өнімділікпен гектарына 9,7 центнерден жиналып жатыр. Рекордтық жылға келетін болсақ, жоғары өнімділік соңғы рет 2011 жылы тіркелген. Онда 27 миллион тонна бастырылды. Айта кетейік, солтүстік Қазақстан облысында диқандарды техникамен қамтамасыз ету бойынша жұмыстары белсенді жүргізілуде. Биыл аграрийлер 52,8 миллиард теңгеге 2080 бірлік техника сатып алған. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Перу Северный телеарнасы.